Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фисташкадан ұн жасайтын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, фисташка ұны өте қымбат тұрады, ал қолдан жасайтын болсақ, екі есе эконом жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Міне біздің фисташкамыз осындай болады. Бұл жерде менде 200 грамм фисташки. Қазір сыртын ашамыз және қабығынан тазартатын боламыз. Сыртқы қабығын аштық, енді ішіндегі қабығын алып тастайтын боламыз. Міне бізде осындай жасыл фисташки болу керек. Сырты қоңыр алып тастаймыз. Ол үшін қайнап тұрған ыстық суды құйып 10 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің фисташкиіміздің сырты оңай алынатын болады. Сіздерге көрсетейін, қалай оңай алынатыны. Мінекей біздің фисташкиіміз осындай жасыл түсті дәнектер болу керек. Барлық фисташкиіміздің қабығын алып болғаннан кейін оларды жақсылап кептіреміз. Табада қуырып кептірсеңіздер де болады, немесе духовкада кептіріп алсаңыздар болады. Мен тек қана күн сәулесіне кептіріп алдым. Жақсылап кепкен құрғаған фисташкаларымызды блендердің ыдысына саламыз. Міне осындай жасыл болу керек. Майда ұнтақ болып, майдаланғанша араластыратын боламыз. Яғни блендерлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің үй жағдайында жасалған фисташкадан жасалған ұнымыз дайын болды. Кез келген десерттерге, торттарға қолдана берсеңіздер болады. Фисташковый рулет, фисташкадан жасалған торт, бисквиттарды жасай беруге болады. Мен бұл фисташковый мукадан, яғни осы жасалған ұннан фисташковый рулет жасайтын боламын. Келесі видеода кездескенше.